my dear, сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі толғап курсымыздың кезекті видео урағына қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тіліндегі күрделі тақырыптардың бірі past perfect continuous, яғни өткен перфект созылмалы шақты өтетін боламыз. Бұл жай, яғни өткен әрекеттердің ұзақ уақыт бойы жалғасқанын көрсетіп, басқа өткен әрекетке дейін жалғасқанын көрсетеді. Сабақ барысында біз past perfect continuous'тың құрылымын, қолдану жолдарын, терістеу және де сұраулы сөйлемдерді қарастыратын боламыз. Бірінші құрылымына келетін болса, яғни формуласы subject бастауыш plus had been plus verb ing. Мысалы, I had been working for 3 hours before she arrived. Ол келгенге дейін мен 3 сағат бойы жұмыс істеп отырдым дейді. Яғни өткен әрекеттің ұзақ уақыт бойы жалғасқанын көрсетіп отыр. They had been waiting for the bus when it started raining. Автобус келгенге дейін олар күтіп отырған кезде жаңбыр жауа бастады. Өздеріңізге заметка ретінде жазып алуларыңызға болады. Бастауыш қандай болса да, яғни біз әрқашан had been және де етістіктің ing формасын қолданамыз. Ал енді past perfect continuous'тың қолдану жолдарын қарастыратын болсақ, біріншісі яғни өткенде басталған және басқа өткен әрекетке дейін жалғасқанын көрсетеді. Мысалы, she had been studying English for 2 years before she moved to London. Ол Лондонға көшпес бұрын 2 жыл ағылшын тілін оқыды деп тұр. Яғни өткен шақтағы әрекеттің басқа өткен шақтағы әрекетке дейін жалғасқанын көрсетіп тұр. They had been living in Paris for a year when they decided to move. Олар көшуді шешкенге дейін Парижде 1 жыл тұрды дейді. Екінші қолданатын жағдай, яғни өткен әрекеттердің әсерін көрсету үшін. Мысалы, he had been running, so he was very tired. Ол жүгіріп келді, сондықтан ол қатты шаршады дейді. Яғни өткен әрекеттің әсерін, яғни результатын көрсетіп тұр. Үшіншісі, яғни ол екі өткен әрекеттің біріншісінің ұзақ уақыт бойы жалғасқанын көрсетеді. Мен айтқандықтай, мысалы, we had been waiting for hours before the bus finally arrived. Біз бірнеше сағат күткенде автобус ақыры келді дейді. Келесі терістеу сөйлемдер, яғни negative sentence. Negative sentence кезінде past perfect continuous'қа біз had not been, немесе қысқартылған түрі hadn't been формуласын қолданамыз. Яғни құрылымы subject бастауыш плюс had not been, яғни hadn't plus verb ing формасы. Мысалы, she hadn't been working there for long time, she quit. Ол жұмыстан шықпас бұрын ұзақ уақыт жұмыс істемеген. They hadn't been studying when the teacher came in. Мұғалім кіргенде олар оқып отырған жоқ. Яғни бұл negative sentence. Келесі, яғни сұраулы сөйлем, question sentence. Question sentence қалай жасалады? Яғни бастауыштың алдына had көмекші етістігін қоятын боламыз. Яғни формуласы had plus subject plus been plus verb ing. Мысалы, examples. Had you been working in the company long before you left? Сіз жұмысқа шыққанға дейін компанияда жұмыс істедіңіз бе? Яғни сұрақ қойып тұр. Had they been waiting for a long time when the bus arrived? Автобус келгенде олар ұзақ күтті ме дейді. Ал енді біз past perfect continuous пен past continuous шақтарды салыстыратын боламыз. Екеуін шатастырмас үшін, яғни past continuous өткен шақтағы бір сәттің орын алған ұзақ әрекеттер сипаттаса, past perfect continuous өткен шақтағы әрекеттің басқа өткен шақтағы әрекетке дейін жалғасқанын көрсететін болады. Мысалы, past continuous, I was working when he called. Ол қоңырау шалғанда мен жұмыс істеп отырдым дейді. Past perfect continuous, I had been working for 3 hours when he called. Ол қоңырау шалғанда мен 3 сағат бойы жұмыс істеп отырдым дейді. Яғни бұл жерде past perfect continuous'та өткендегі әрекеттің басқа өткендегі әрекетке дейін жалғасқанын көрсетеді. Бұл айырмашылығы.
Келесі оқушылар practice task орындаймыз. Яғни төменде берілген үш сөйлемді past perfect continuous жағына ауыстырамыз. Және де жақшаның ішіндегі вербтарды шығаратын боламыз. Ол үшін видеоны тоқтап, тәпсірлерін шығарып, жазып, сосын видеоны қайтан қосып, жауаптарын тексеретін боламыз. Жазып болсаңыздар, жауаптарын тексерейік. Жауаптар дұрыс болды деген ойдамын. Ал бүгінгі біздің past perfect continuous'тың яғни құрылымын, қолдану жолдарын, терістеу сөйлемдер, сұраулы сөйлемдер және де past continuous пен past perfect continuous'ты салыстырдық. Болашақ, яғни өткенде болған ұзақ әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады, және де өткен әрекеттің басқа өткен әрекетке дейін жалғасқанын көрсетеді. Келесі сабаққа дейін сіздерге тапсырма, яғни осы шақта қолданып, күнделікті қолданатын сөйлемдерді құрастырып келіңіздер. Ал келесі сабақта кездескенше, goodbye!